Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен Нурка Отызбай. Және де бүгін бізде эксперименттер емес, бізде жаңа бағдарлама, жаңа шоу, жаңа айдар. Тексереміз лайфхактар. Йо-майо, мықты шығып кетті. Өздеріңіз білесіздер, қазір TikTok, Instagram, және YouTube, және интернет желілерінде лайфхактар деген өте просмотр жиналып, жаңа хит болып жатыр. И және де біз сол лайфхактарды тексеретін боламыз. Ол лайфхактар егер жұмыс жасаса, біз плюс қоямыз, жұмыс жасамаса минус қоямыз. Мына бүгінгі біздің бірінші тексеретін лайфхакымыз өзіме қатты ұнады. Егер ол лайфхак орындалатын жағдайда, это будет бомба. Шок боламын, шоковое состояние болады. Енді сол лайфхак. Енді сол лайфхакты көрейік, және де сол лайфхакты орындауға тырысып көрейік. Орындала ма, орындалмай ма? Вау, прям! Егер бұл лайфхак орындалатын болса, жаңағыда айтқандай прям бум! Прям бум! Сөзім жоқ, егер орындалатын болса. Әрине, сәбіз өте пайдалы өсімдік. Оны жейсің. Онда витамин бар. Бала кезімізде айтатын еді, сәбізді көп жесең бойың өседі деп. Бой өсетіндер сосын оны көп жейтін болады. Енді осы лайфхакты енді жасап көру үшін сәбізді тесетін боламыз. Ал ендеше бірінші лайфхакты орындау үшін әрине бізге сәбіз керек. Бір штук сәбіз беріп жібересің бе? Рахмет. Арасына бір шамалы келеді деген таңдап алайық енді. Идеально. Екінші, әрине дрель керек. Үшінші, бізге пышақ керек. Тек қана бір ескертуіміз бар. Құлақ асып тыңдаңыздар. Егер бұл бейнероликті қояндарыңызбен бірге қарап отқан болсаңыздар, ары қарай қояндарыңызды көрсетпеңіздер. Жүрегі ұстап қалуы мүмкін. Біз морковты аламыз. Құйрығын кесеміз. Дрельмен тесеміз. Морковымызды тесіп болдық. Енді бейнероликтегідей жаңа ысқырықтағы да болады ғой, тесік. Сондай алып мына жерін кесеміз. Ары қарай осы морковтың қалдығынан роликтегідей мына жерге пробка жасаймыз. Прям идеально. Ендігі біз мына жерден жаңа бейнероликтегіде 3 жерден тесеміз. Ал енді момент истины дейді ғой. Вроде бәрін жаңағы бейнероликтегіде жасап көрдім. Дәл жаңағы бейнероликтегідей бүкіл жері. Бір қобалжып тұрмын. Әрине қалжың. Онда ешқандай дауыс шыққан жоқ. Шын дауысты көрейік. Ештеме шыққан жоқ. Бүкіл жер быт-шыты шықты. Бағана мен сүртіп айтым, тескелі сүртіп айтым. Үстінің бәрі бағанан бері быт-шыты шықты. Неше рет өзі сүртілді. Тағы да быт-шыты шықты. Лайфхакқа келетін болсақ, лайфхак ешқандай жұмыс жасамайды. Өздеріңіз көрдіңіздер. Сол себепті бұл лайфхакқа біз сәбіз минус қоямыз.
Хотя дәмі жақсы. Бойың өсіп кетеді ертең. Мен келесі лайфхакты 100%-ға істемейді деп ойлаймын. Бірінші бейнероликті қарап алайық, сосын барып ары қарай теория құратын боламыз. Бір ғана сұрақ. Бұл лайфхак қалай жұмыс жасайды? Тек жай қағазбен ысқылайды, банк ашылады. Ол қалай? Түсінбедім. Әрине, бұл лайфхак пайдалы, себебі өзімде де болады. Кейде банкіні ашып атқанда ән жерін жұлып аласың, ашатын жерін, темірін жұлып аласың, кольцосын. Сосын уже ары қарай аша алмайсың. Либо ұрасың, либо тисесің бірдеңемен. Потом ол шашылады, ол үйдет-бүйдет. В общем, бұл лайфхак керек зат, керек лайфхак. Сол себепті бұл лайфхакты тексеріп көреміз. Әрине, бұл лайфхакты орындау үшін бізге бірінші очередте кола керек, банкідегі. Және бұл мүмкін коламен шықпай қалатын шығар деген оймен тағы да бірнеше колалар алдық. Кола емес, бір басқа сусындар алдық дегеніміз ғой, банкідегі. Әрине, открывашка ретінде бізге қағаз керек, жаңа бейнероликтегідей. Қағазды аламыз, жыртамыз, керегін аламыз. Жаңағы бейнероликтегідей керек, открывашка ретіндегі керек немізді істеп аламыз өзіміз. Енді оған қалай айтатын сөзім жетпей тұр енді. Біздің открывашкамыз бейнероликтегідей шайқап аламыз. Ашып көреміз. Ашылды. Енді келесі спрайтты көрейік, бірақ бұл жолы шайқамай көрейік. Может, шайқағанда ашылатын шығар, білмеймін енді. Никак түсіне алмай тұрмын бұл лайфхакта қалай жұмыс істеп тұрғанын. Мүмкін. Шайқағаннан кока-коланың ішіндегі газ толып, үстінен ысқылағанда қандай да бір физический нагрузка түсіп барып атылып кетіп ашылмаса енді білмеймін. Шайқамай көрейік ашып. Қолымды алып қалды. Және біздің открывашкамыз іске аспайтын болып қалды уже. Қайтадан жаңа открывашка істеп алу керек шығар. Мен мүмкін дұрыс істемей отқан шығарым, білмеймін. Шайқамасаң, в общем, ашылмайды никак. И бір жаңа открывашкамыздың өзі де бачит болып жатыр уже. Может, мен дұрыс істемей отқан шығарым, может, газет жарамайды шығар, может, кәдімгі қағаз керек шығар. Хотя қағаз көрейік. Көне открывашкаларды алып тастаймыз. Жаңа открывашканы қағаздан істеп көреміз. Ақ қағаздан А4 форматтағы открывашка жақсы шығады. Бұл лайфхакқа үлкен плюс қоямыз. Ендігі лайфхакымыз біздің егер жұмыс жасайтын болса, өте керемет болады. Себебі бұл лайфхак көзбен қарағанда визуально өте әдемі көрінеді. Бірінші видеоны қарап алайық, түсіну үшін ол үшін қандай лайфхак туралы айтып отқанымыз туралы кеттік. Возьмем несколько сосудов с подкрашенной с помощью пищевого красителя водой. Отварим наши спагетти, подождем 30 минут, чтобы цвета были ярче. Теперь можно подавать.
Өздеріңіз көргеніңіздей бұл лайфхакты тексеру үшін бізге әрине көргеніңіздей бокалдарымыз бар, енді краситель керек. Пищевой бояуыштар. Түрлі түсті жаңағыдай лайфхактағыдай тамақ істейтін боламыз. Әрбір бояғыштардың өзін стакандарына құйып шығамыз. Су құямыз. Көк, жасыл, қызыл. Енді вермишельді саламыз. Сейді. Дәл. Егер бұлай қарасақ, инопланетяндардың тамағы сияқты болып көріледі екен. Макарон или лагман, оларды үшін салып болдық. Енді жаңағы лайфхактағыдай айтқандағыдай, бұл жарты сағаттай тұру керек осылай. Ал енді өздеріңіз көргендей жарты сағат өтті, және мынау біздің шыққан лайфхак тексергендегі шыққан результатымыз. Дәл лайфхактағыдай болып шықты, өздеріңіз көріп отырсыздар. Шынымды айтсам, бұл лайфхакқа негізі сенбеп едім, шығатынын бұлай. Бұл лайфхакқа әрине плюс қоямыз, өте әдемі, жаңағы басқа адамдарды қызықтыруға, бірақ чуть-чуть минус қойғым келіп тұр, себебі бұндай количество красительді жеуге бола ма или болмай ма? Енді ол жағын білмеймін. Әрине сіздер істеп алып бұны жеп жүрмеңіздер. Себебі бұл жерде қаншама көлемді краситель бар бұл жерде. Бірақ сонда да өте әдемі көріледі, мойындаймын. Сол себепті лайфхак жұмыс жасайды. Өздеріңіз көргенде бүгін біз 3 лайфхакты да көрдік. 3 лайфхактың әрине орындалмағаны болды, орындалғаны болды. Бұл лайфхактар өзім интернет желісіне қарағанда өте маған ұнаған лайфхактар, және оларды біз тексеріп көрдік. Өздеріңіз білесіздер, мен жаңа басталып жатқан канал, сондықтан көмек беріңіздер дамуыма каналдың. Өтініш. Ал ендеше келесі кездескенше аман болыңыздар. Мына бағана мен осыны ішкім келіп отыр. Ой, рахат.